Ассалаумағалейкум. Бағлан тыңдап. Уағалейкумассалам. Асыл асыл братан, қалай жүрді, аман ба? Мен сен бір екі сұрағыңды жауап берейінші деп өткеннен бері сұранып жатырмын, қоспайсың. Оқып жатсың, қоспайсың. Мен ешқандай екінші аккаунт, үшінші аккаунт деген білмеймін. Как анесі айтып берейін саған, братан. Тыңдайсың ба? Не? Айта бер, не туралы Сен айтайын? өткенде айттың ғой. Сен өткенде айттың ғой, бір жаңа біздің шығармашылық бұрынғы жаңа кісі осылай айтып кеткен, көзі көк, өзі сары, сол кісілерден абай болыңдар, сол кісілер деп айттың ғой сен бір әңгімеңде. Иә, айттым. Ол біріншіден ол орыстар туралы емес, мен орыстар жақтап жатқаным емес, қазіргі католиктерді айтып жатыр, крестоносецтер баяғы, қазіргі ЛГБТ, сенің айтып отқан, сен мақтап отқан Америкаң финансировать етіп, сол жақтан келіп жатыр, ЛГБТ-ң да барлық нәрсе. Солардан абай бол деп, соларды айтқан. Соны сен орыстарға келіп жапсырып қойып отырсың. Ол орыстарда тұрған ештеңе жоқ орда, братан. Ол бір Сен кім айтқан, тоқташы, Бағлан. Сен кім айтқанын білесің ба? Одан кейін сол өлең толығымен білесің ба? Оқыдың ба түгел? Не деп братан, айтып? ол жоқ, Өлеңде не деп сен айтып? жоқ, өлеңден бұрын да айтылған ғой, братан, ол. Бірақ именно орыстар туралы емес, именно католиктер туралы. Кім айтқан? Католиктар сенің малыңды сатқа салды ма? Ұлыңды әскер қылды ма? Өлеңде оларды айтып отырмын мен саған. Жоқ, сен Католиктар, қателесің. ау, Братан, католиктар сенің ұрын бұтағын қырды ма? 5 миллион қазақты қырды ма католиктар? Геноцид жасады ма? Қандай геноцид, братан? Кім Геноцид. ол Геноцид. братан, геноцид деп кім оны келісті геноцид екеніне? Кім қай жерде қол қойып, қай жерде жазылды ол? Мен айтам саған геноцид. Геноцид. Мен де айта берем ғой, братан, мен де айта берем ғой, ана жақтан мынандай болды деп айта берем ғой. Бағлан! Мынау Бағлан дейтін кім өзі мынау? Не деп отыр мынау? Қалай сен геноцидті жоққа шығарып отырсың ба сонда сен геноцидті? Жоққа шығарып жатқан жоқпын, сен тыңда, братан. Кішкене тоныңды басып сөйле, братан, өтініш. Геноцид деп айтып жатқанға мен геноцид емес, или басқа емес, бірақ ашаршылық болды, базар жоқ. Бірақ геноцид болған жоқ орды, братан. Не болды онда? Сонда не, қазақ өз-өзін ашқып ұстады ма не? Братан, сен тыңда. Геноцид деп қай жерде жазылды ол? Анда жазылып тұр, засекреченный. Оның ба мақтап отқан Американың ба біреу подтверждать етті ма, что геноцид болған? Сен американецтен бір қазақты өлтірді ма? Сен айтшы соны. Бағлан. Украина айтты ғой, Украина аз адам өлген ояқта. Ашаршылықты жасады, осы совет өкіметі жасады деп Украина өзі айтып жүр қазір, мысалы. Біздің биліктің просто бір жер шыдамай жүр оны айтуға. Ығып отыр бір көршілерімізден. Сен біліп отырсың ғой. Жоқ, сендер бет алды жүгірмесіңдерші, бет алды. Біреуің сөйлеңдер. Қараса, өлген адамның санын қар. 5 миллион қазақ өлді, ол не емес па не? 5 миллион адам қай жерде өлтірді 5 миллион адам? Айтшы маған. Қай мемлекеттік сатқын ғой, сатқынның тұқымы ғой бір отырған. Орыс құл. Мен не болсам да коммунист па? Кім? Бағлан. Братан, мен ешқандай коммунист емес, мен вообще неден кейін туылғам, мен СССРдан кейін туылғам. Енді не қылып, енді коммунисттер жақтап отырсың сен. Геноцид болған жоқ, анау. Сен 5 миллион адам Братан, неге сен мен саған менің мнениеммен келіс істеп жатқан жоқпын да, мен мнениемді айтып жатым. Ал сен болса маған навязываешь свое мнение, понимаешь? Олай болмайды. Сен қазақ емессің. Фактыларды айтып жатырмын, фактылар. Ол кез келген жерден оқысаң да солай ол. Ол факт қой. Бағлан. Мен саған фактыңды айтып отқанда, мен саған
сен мен тыңдасай бөле Сен бермей оңбаған тыңдасай. жігіт екенсің Мен бір, сен Бағлан. ашаршылық болған жоқ деп жатқан жоқпын, бірақ Сен оңбаған жігіт екенсің сен. Бағлан, сені сен саған қандай жігіт екенін мен өзім білемін, братан. Сен- Сен грубить ете бермейсің маған. жоқ, Бағлан, тұра тұршы, Білемін Бағлан. тасып Бағлан, жатқан. сенің өз Тыңдап мнениеңді айтып отырған түсінікті. Ну, фактпен Иә. айтқан дұрыс деп отыр ғой, фактпен айтқан дұрыс деп. Братан, түсініп тұрмын ғой, сен тыңдасай, фактыңды жазып тұрма, геноцид деп, братан. жылы аштық қолдан жасалды. Оны кім жазу керек саған? Кім жазу керек оны саған? Соның бәрін жасаған кім? Орыс жасады. Әкеңде ООН, Америка, батыс деп айқайлап жатасыңдар ғой, ақша төлейтін сендерге. Соны неге айт, сол жерде жазылмаған ғой, мысалы, братан, соны айтып отырмын мен саған. Кім ақша төлепті маған? Бағлан, дәлелдей аласың ба маған ақша төлеген? Дәлелдей аласың маған ақша? Саған ақша төлеп отыр. Кремльдің жуындысын жеп отырсың сен. Мен ешқандай ештеңе жеп жатқан жоқпын, братан. Мен простой жігітпін, әшейін. Іс жерде жұмыс қызметте де емеспін. Сен тыңда, братан. Мен іс жерден ақша алып жатқан жоқпын. Сам по себе мен өзім анализировать етемін да, братан. Жаңалық тыңдаймын, достоверный. Оқыған жерде оқығам. А бірақ геноцид деп жатқан, асыл, сен тыңдасай, мен сен геноцид деген сұрағыңа жауап беріп жатырмын. А сен болса алып қашты, ойқа кетіп жатсың. Мен саған геноцид деп ішінде жазылмаған, братан. Түсінемін, ашаршылық болған, қолдан жасалған. Мен түсініп тұрмын. Братан, тұра тұршы, братан, мен асыл қайтып алайын. Бағлан, бір ауыз түсінемін, ашаршылық болған, бірақ ол жерде ішінде непосредственно что он геноцид, понимаешь, братан? Ішінде непосредственно геноцид. Өзің айтып отырсың, по факту деп отырсың, братан. Сен оны жазылғанын қайтейін деп едің сен, сен қай жердегі сен сотқа барайын деп сен, оны бесполезен. Совет үкіметі уақытында оның бәрін неткен? Засекретили бәрін. Қаншама 5 миллионға дейін қазақты өлтіріп ұстаған, білін. Ашаршылықтан бәрі малын тартып алып, жерін тартып алып, оңтүстікке қарай жіберіп. Не деп отырсың сен қыртылдатып, бля? Блядь, көтіңе тықпа, заебал, жөндеп сөйле, нихуя себе нахуй, блядь. Ишак, блядь. Ёбаный шакал, блядь. Жайлап сөйлесейіз, Аслан, үлкен адамдар ғой, үлкендіктер ғой саған айтып отырған. Болды, өшір. Әлеке, тыңдаңыз, бұл баланың санасы уланған ғой, Ресейдің телеканалдарын көп көреді. 5 миллион қазақты қырып тастағанды геноцид екенін мойындамаса, оны кім жазып беру керек оны? Біреу жазып мойындап беру. Жоқ, Аслан, сен оған айтып отырсың ғой, Аслан. Ол басқа жаққа қуып отыр ғой. Геноцид деген мен геноцидпін деп айтпайды ғой. Қазақты улап, санасын бітіріп, алқаштарды ортаға тастап, 10 қазақтың арасына 20 орысты әкеліп тастағасын, ол геноцид болмай не болады ол? Соны айтамын ғой. Бір елді мекенге қазақтарды бәрін бірге қоймау керек. Бұларды тарқатып жіберу керек деп орыстарды лақтырды ғой. Қазақтарды жан-жаққа лақтырды. Оның бәрі геноцид болмай не дейді бұны? Малын тартып алды. Жерін тартып алды. Одан басқа не керек? Араққа улады. Оның ойынша жатады ғой. Ресей мойындау керек деп ойлайды. Ол біздің билік оны Ресейге сон претензия қоймай отыр ғой. Репарация төлену керек, ол ақша төлену керек. Геноцид болса. Оны біздікілер бір жер жоғалған заттарымыз үшін бізге қайтарғы беру керек қой. Ен беру керек олар бізге. Иә. Олар осы геноцид үшін орыстар әлі жауап берген жоқ. Қаншама геноцид, Столыпин уақытында қаншама преступление болды. Мынау ашаршылық уақытында 30 жылдары қаншама не болды, геноцид болды. Оған да ешкім жауап берген жоқ осы Ресей империясы, Совет үкіметі. Негізі біздерге былай қарағанда, олар біздерге ен беру керек. Әр қазақтың жеріне, әр қазақтың балдарына істеген, ата-бабаларының істеген, бәрін білдірген, мына санасын улап болған үшін ен алу керек олардан. Олар геноцидті, біз геноцид біздеп жасамайды. Олар келетті, справедливо айтады да, вот так, вот так деп. Ол ар жағында мағынасы басқа жақта жатыр да оның. Жақсы сөзбен жеткізеді, ар жағында арам пиғылы жатыр. Оны біздің қазақтың балдары түсінбей отыр ғой. Жоқ, мынандайды естігесің, қалай ашуланбайсың? Не деп отыр мына? Қаншама